Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Біз бүгін дамские пальчики тортын жасайтын боламыз. Ол үшін заварное тесто жасап аламыз. Ыдысымызға бір стакан суымызды, жарты маргаринімізді және кішкене дозымызды салып, баяу отта маргаринімізді ертіп аламыз. Қайнауға жеткізбей, отымызды сөндіріп, үстіне бір стакан ұнымызды салып, аса жылдамдықпен былғап шығамыз. Өйткені біздің ұнымыз түйірленіп, түйіршік болып кетпеу керек. Сол үшін ыждағаттылықпен былғаңқырап отырып, осындай тесто дайындап аламыз. Енді тестіміз суығаннан кейін 4 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқаны біртіндеп салып отырып, былғап, венчиктің көмегімен әдемі қаймақ тәріздес тесто жасайтын боламыз. Мінекей осындай қаймақ тәріздес тестомыз дайын болғаннан кейін, оны осындай қалташаның көмегімен противенге пергамент қағазын салып, әдемілеп, осындай домалақшалар жасап, болмаса сопақ қылып, әркім өз қалауы бойынша жасауына болады. Осындай домалақшалар жасап, дамские пальчики тортының тестісін жасауға кірісеміз. Осындай қалташаның көмегімен противенге пергамент салып, осындай дөңгелекше жасап шығамыз. Болмаса сопақ қылып жасауға да болады. Дөңгелекше қылып жасадым мен. Енді осы тестомызды қызып тұрған пешке әбден беті қызарғанша пісіріп аламыз осындай қылып. Енді кремін жасауға кірісеміз. Егер менің каналым ұнаса, сіздерге лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді сливкиімізді, сгущенкамызды және қаймағымыз бен сахарный пудрамызды салып, миксермен бір келкі масса дайындап, крем жасап аламыз. Креміміз қатты қою болмау керек, кішкене сұйықтау болғаны жақсы. Енді осы кішкене ғана профитролиларымызды, заварной тестыларымызды осы креміміздің үстіне салып, осылай аударып отырып, аунатып аламыз. Енді осыны аунатып алып, тарелкаға болмаса, осындай торттың ыдысына бірден салып жасауға болады. Осылай салып, бірден орналастырып аламыз, әсемдеп, үстіне салып. Енді үстін безендіретін боламыз. Торттың рецептін описанияға қалдырып кетем. Қарап жасауларыңызға болады. Енді бетін әсемдеу үшін осындай бір шоколадты ыстық сумен ертіп алып, қалташаның көмегімен профитролиларымыздың үстіне құйып шықтым. Әсемдік үшін осылай әдемілеп, бір келкілеп құйып шығасызда. Енді үстіне өзіңіздің қалауыңыз бойынша клубника болмаса, тағы да басқа жемістермен әсемдеуге болады. Мен кивимен осылай әдемілеп, әсемдеп шықтым. Енді осы дайын болған дамские пальчики тортымызды холодильникке мұздатуға жібереміз. Бұл креміміз әбден сіңіп, керемет жұп-жұмсақ торт болып шығады. Мінекей, ұнап жатса, сіздер де жасап көріңіздер. Алдағы уақытта көптеген видеолармен, рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын.